Барлықтарыңызға қайырлы күн. Кешке көріп отқандарыңызға қайырлы кеш, түнде көріп отқандарға жатыңыздар енді YouTube қарай бермей. Бүгінгі видеода мен 5 жыл бойы Яндексте жұмыс істеп жүргеніме 5 жыл болады осы. Сол 5 жылда маған көбінде сұрақ қойылады. Чотың, брат, болам мен екен, қанша табуға болады деген сұрақтарға жауап беруге тырысам осы видеода. Бүгін қаңтардың 20-сы, 22-ші жыл. Так, мінекей. Полный бак бензин құйып алдым. Километражды обновлять етіп алдық мені. Сағат 12-ден 20 кетті. Қаңтардың январ, 20 январ. Мынау мені приоритет, менің приоритетім, менің нем. Повышенный приоритет плюс 6 деген. Ол қалай беріледі? Рейтинг выше 4.95, ол плюс 3 береді. И эксперт 300 күн бойы Яндексте заказ жасап жүрген водительдерге берілетін плюс 3 деген тағы мұны приоритет беріледі. Брейдинг машины ең жаңағы Яндекстің наклейкасын, Убердің наклейкасын жабыстыратын болсаңыздар мұны плюс 5 берілетін болады. Және мына жерде программа привилегий деген болады. Менде міне плюс 1. Менде даже жоқ бұлайда. Бұл не береді? Серебро алсаңыздар плюс 1 береді. Жаңағы золото алсаңыздар плюс 3, платинаға плюс 5 беріледі. Ол не үшін? Ол заказ сізге бірінші келеді. Мысалы, осы жаңағы приоритетіңіз максимально болатын болса, есімде жоқ, по-моему, 16 ма сондай болады. То есть бір районда 3 машина тұратын болса, оның ішіндегі жаңа приоритеті ең жоғары машинаға берілетін болады заказ бірінші. Ол қабылдамаған жағдайда уже келесі машиналарға берілетін болады заказ. Қазір линияға шығамыз. Заработок пока 0. Линияға шығамыз. Сөйтіп, бісміллә деп күтеміз заказ түскенін. Арасында түсіріп отырам. Мен бірінші заказ 10-ші микрорайон Айбая 136-ға түсті. 1 минутта өткен жоқ, заказ түсті. Кеттік. Так, бұны сағат 3-тен 20 кетті. Уже 3 сағат болды линияда жүргеніме. 53 километр жүрдім. Бір деленияның жартысына бензин жағылды. 4326 теңге болды. 8 заказ жасаппын. Бір қызығы бар бұндайдың. Гарантия бар. Яндексте гарантийный 45 заказға 40 мың теңге деген. Осы жерде, то есть маған еще компенсация береді Яндекс. 1520 теңге, если мен дәл қазір шығып кетсем линиядан, то ертең маған счетыма осы 1520 теңге. То есть Яндекс гарантия береді ғой. Жаңағы 8 заказ жасасаңыз, минимальный доходыңыз 6510 теңге болады дейді негізі. Одан кем болған жағдайда біз сіздерге жаңағы разницасын өзіміз толықтырып береміз дегендей. Мына жерде 1520 теңге разницаны төлеп береді. Егер мен кешке дейін, мысалы, мен бүгін планирую 25 заказ жасауға, 25 заказ жасасам, минимальный доходыңыз 21230 теңге болады дейді. Даже если мен 15 мың теңге жасасам да, 25 заказ жасап 15 мың теңге жасасам, маған Яндекс осындай гарантия береді. Разницасын 6230 теңге ма? Так. Осылай, пока линиядан шығып кеттім, чтоб цепочкамен заказ түсіп жатыр. Ары қарай кеттік. Яндексте тағы бір айта кететін қызық зат бар. Мынандай көк зона болады. Час пик уақытысында қосылатын. Мынаның ішінде даже сіз бір заказды, бір клиентті 500 теңгеге апарсаңыз да, үстінен Яндекс 600 теңге қосып береді. То есть осы көктің ішінде машиналарды көбірек завлекать етіп, клиенттерді жоғалтып алмау үшін жасалатын зат деп ойлаймын мен өзім. Көрдіңіздер ме? Мынау час пик, қазір сағат сағат
5-ке 20 минут қалды. Мынау көктің несі өсе береді. Мысалы, қазір пока что жабық. Сағат 5:20-да басталады да, сағат 6:50-ге дейін болады эконом тарифтеріндегі водительдерге. Вот. Даже міне сағат 5:20-дан бастап 6:50-ге дейін 1250 болады минималкасы. Қазір данный момент, по-моему, не үшін тұрған түсініп тұрған жоқпын. Бірақ, по идее, қазір заказ біткеннен кейін көреміз, бонус түсе ма түспей ма, оны айтам. Так, сағат 8:20-30 болды міне. 8:30, 20:30. 177 километр жүрдік. Датчик жарты бактан сәл жоғары көрсетіп тұр қазір. Полный бак құям. Айтам. 17-18 литр почти. Сонымен итог міне 20 январь 20:34 уақыт. Ровно 8 сағат жұмыс жасадым. Офистің адамдары сияқты. Вот 20 заказ 13.148 теңге. 13.148 теңге общий заработок. Жана бензин құйдым 3200 почти. Таза қалғаны 10.000 теңге. 10.000 теңге 8 сағатқа жаман емес. Вот так вот. Так, ағайындар, міне мен үйге келдім. Сағат деген 20 январь сағат 21:11 заказдарды бітірдім. В общем, 20 заказ жасадым. 20 заказға 13.148 теңге. Мен қолыма алған ақша бұл. Яндекстің процентін алып тастағанда. Яндекстің проценті мен бірге бәрін есептеген кезде. Так. 16.670 теңге болды. Комиссия Яндекс 17-те 1, 2845 теңге. С учетом НДС. НДС төлейді, значит, өкіметке бұлар жақсы налог төлейді деген сөз. Комиссия парка, местный таксопарктың комиссиясы 4-те 1%, 677 теңге. Пробег, заказбен жүрген пробегім міне 154 километр болды. Вот. Так, жаңағы предложение дегеннің ішінде минимальный заработок деген болады ғой. 20 заказға мына 16.780 теңге минимальный заработок болу керек болатын. Заработок, менің заработогым 110 теңгеге аз болады. Ертең компенсировать етіп, менің Яндекс счетыма осы 110 теңге түсетін болады. 20 заказға минимальный 16.780 теңге алады деген сөз. Вот. Сосын тағы бір-екі айта кететін заттар бар. Әр айда Яндекстің бағалары заработок деген сезонность болады бұл Яндекста. Қаңтар айында, январь-февраль кішкене мертвый сезон болады. Сол себепке байланысты міне осындай. То есть мен 8 сағат таза жұмыс істедім. 8 сағаттың ішінде 13.000 теңге болды. 13.000 мен 17 литр бензин жақтым. 180 километр жүрдім, 17 литр шақтым. То есть, получается, таза түскен 8 сағатқа, 8 сағатта мен таза 10.000 теңге жасадым. 10.000 теңге дегенді 8 сағатқа бөлетін болсақ, ол дегеніміз 1000 сағатына 1250 теңге доход. Осындай. Бұл менің бірінші видеом. Жаңағы комментарийға кіріп,
осындай предложениялар былай түсір, мына жері онша емес, мына жері дұрыс емес болды деп айтсаңыздар болады. Енді аймамай осындай видео обзор жасап отырам Яндекске. Сосын праздничный, сосын ауа райына байланысты нелер тарифтері әртүрлі болады. Мен праздник күндері, демалыс күндері және ауа райы нашарлаған күндері басқа тағы видеолар түсіріп жүретін болам. Сіздер менің каналыма подписаться етіп қарап отырсаңыздар болады, қызық болса. Рахмет қарағандарыңызға. Сау болыңыздар, ақша табыңыздар, Яндекспен жұмыс істеп көріңіздер.